Қалайсыңдар достар, сендермен бірге мен Маша. Осылай видео түсірсем қалай болады? Аю мұқан кеше келіп пранк ұстайды, мен деген кәдімгідей шошып қалдым құрсын. Енді аю келсе кәдімгідей ұрам, осылай ұрып жіберем. Жынды топас аю маған келіп пранк ұстайды. Кәдімгідей шошып қалдым, мен дейтін қазір мен орманға барып келейін. Орманды көріп келейін. В общем, достар, сендер давай видео басталмай жатып лайктарыңды басыңдар. Керемет деп біздің арнамызды дамытайық, достар. Енді аю кәдімгідей, білмеймін, маған көп пранк ұстап жүр, мен түсінбей жатырмын. В общем, мен орманға барып келейін ендеше. Не істеп немене қарайсың? Деймін, не дейді? В общем, достар, бүгін тағы да Машаға пранк жасайтын боламыз. Пранк өте керемет. Мен уже ойлап қойғам қандай пранк екенін. Машаға алдыңғы жол пранк жасаған болатын. Алдыңғы жол дейтін Маша кәдімгідей шошып, айқайлап жылап жүрген болатын. Қазір маған өте қатты Маша дейтін ренжіп жүр, бірақ біз тағы да пранкты жалғастыратын боламыз. Өйткені сендерге пранк видеолар керемет ұнап жатыр. Барлықтарыңа сәлем, достар. Сендермен бірге мен пранкер аю. Бүгін Машаға тағы да пранк жасаймыз. В общем, солай, достар. Сендер давайте видео басталмай жатып лайктарыңды басып арнаға тіркеліңдер. В общем, қазір мен Машаға барайын. Маша үйінде деп ойлаймын. Үйінен шықпай қорқып отқан шығар ол. В общем, барайын тездетіп. Барлықтарыңа сәлем, достар, қалайсыңдар? В общем, менің пранкер аю арнама қош келдіңдер. Біз осы арнада Машаға керемет пранктар жасайтын боламыз. В общем, сондықтан дәл қазір арнадан алыстамай тіркеліп, тағы да осы видеоға лайк басып отыр, досым. В общем, солай. Пранкер керемет. В общем, солай, достар. Так что лайктарыңды күтемін сендердің. Аямай басып саңыздар, басып жарайма. Сонда мен керемет видеолар шығаратын боламын сендерге. Сендер давайте көп видеоларды көргілерің келсе. Енді, в общем, көп сөзбай біз Машаға тездетіп барайық. Бүгін Машаға керемет Машаны қазір көретін болам, сосын Машаға хаги болып пранк жасайтын болам. Бұлай тұршы қорсын, жолыма тұрып ағаңыз. Машаны үйғай дейді өзі, жаңадан үй сәті болған, өзі қайда тұратын кезір ұмыты қалам осы. Өйткені мұнда көптеген үлкен ауыл ғой жеделдердің. Жаман ұйқым келіп жатыр, бірақ та Машаға пранк ұстауым керек. Мен ұйықтамаймын. Маша қайдасың ей? Маша қайдасың ей? Тағы Маша қайда жүрген? Ренжімеңдер. Так, ойбой, неменен ау? Жынды ма? Шығу, ойбай. Мында ғой. Машаның үйі қайда кетті? Машаның үйі таппай қалғаныз? Қоймай қорсын, көп сөз бай. Тез едіп хагидің киімін киіп келей, тағы да Машаға керемет. Жаңбырда жауып кетті, Ендіше біз хагидің киімін киіп алдық. Машаны бүгін кәдімгідей шошытатын боламын. Үшін дауысы да кішкене өзгертіп алу керек еді. Әйтпесе Маша байқап қойса қорсын, пранктың бәрі айдалаға кетеді. Бостан босқа кетпесін. Общем, достар, сендер лайктарыңды басыңдар, арнаға тіркеліңдер, жарай ма? Мен сендерден қолдау күтемін. Общем, орманға бармау керек. Орманда қазір қасқырлар көп дейді. Салам алейкум, жатам, братан. Машаны көрмедіңіз бе? Маша дейді жаңа жүрген мұнда. Ол дейді орманға кетіп бара тұрған, уже погода осындай жаңбыр жауып кет. Қазір қасқырлардың бәрі келеді. Машаға тездетіп қайту керек қорсын. Қасқырлар айтпесе алып кетеді, жеп кетеді бәрі. Шын айтып тұрсыз ба қазір? Мен Машаға пранк ұстайын деп тұрмын. Маша дейтін орманға кетіп қалған ба? Тездетіп Машаны барып алып келейін мен. Айтпесе дейтін, ойбай, мен кімге пранк ұстаймын? Тездетіп Машаға барып келейін мен. Маша қайда кетіп қалды екен? Қорсын, мен пранк ұстайын деп жүрмін. Маша, қайдасың? Машаға, Машаны көрмедің бе?
мынаның бәрі өздері үйде қайда екенін білмей шығып құрсын. Қойын құрсын, Машаға барып келейін, Маша қайда кетіп қалды екен. Ой, Маша, осындай погодада орманға кеткенің несі сенің? Так, мұнда түсіп барып келейін мен. Ой, жүзіп шығайық. Ой, Маша, қайдасың? Маша, қасқырлар жеп кетеді ой сені, Маша. Мен енді кімге пранк ұстаймын, Маша? Мә, орман дейтін қорқынышты болып тұр кәдімгідей. Маша қайда кетіп қалған? Машаны таппай жатыр. Достар, осылай Маша медведьтің оқиғасы жалғасатын болады. Келесі бөлімі шықсын десеңдер, керемет. В общем, келесі бөлімде өте көптеген орманда осындай, в общем, қызық болады. Келесі бөлімінде Машаның аюге қандай пранк жасаған көретін боласыздар. Лайктарыңды күтемін. Келесі бөлім шықсын десеңдер.